Ассаламу алейкум достар. Қазақтар маған жиі сұрақ қояды. Неге сіз бизнес коучинг туралы орыс тілінде ғана айтасыз, бірақ қазақша айтпайсыз ба? Мен әрқашан қазақтың жақсы, бай өмір сүргенін қалаймын. Қазақтар бай болсын деп ойлаймын, санаймын, қалаймын. Сондықтан мен қазақ тілінде бизнес коучингке қысқаша сипаттама беремін, айтамын. Қарасам, қазақ тілінде мен бір кітап сататын жерге бардым. Қазақ тілінде бизнеске арналған кітаптар мен тренингтер өте аз екен. Жоқ вообще. Бай болудың екі ғана бұл жолы бар. Бұл Стив Джобс, Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг сияқты бизнесте әлі жасалмаған жаңа нәрсені ойлап табу, немесе тауарларды, немесе қызметтерді бәсекелер істеріңізге қарағанда жақсы өндіруді жасау керек. Екі жолы бар. Барлық адамдар бизнесмен, кәсіпкер бола алмайды. 10-15-тің біреу ғана кәсіпкер бола алады. Кейбіреулер сізді бизнес коучингке шақырады және барлығын бизнесмен жасауға уәде береді. Бірақ бұл дұрыс емес. Олар сендерден ақша алушын солай айтады. Бірақ тырысау керек. Мүмкін сіз бизнес сізге қолға келеді. Бай болу үшін өз ойынды ойлау жолында өзгерту керек. Бай мен кедейдің айырмашылығы не бар? Мысалы, бар ақшаны бай мен кедейдің алсаң, сосын бай мен кедейге әрқайсысына $100,000 берсек, сонда кедей бұл ақшаны көлік, қымбат жиһаз алуға, шетелге, саяхатқа жұмсауға жүгіреді. Ал бай одан да көп ақшаға не болу үшін бұл ақшаны қайда салу керектігін ойла бастайды. Сіз айырмашылықты сезінесіз бе? Мысалы, адам лотереядан $10 миллион ұтып алса, санасын өзгертпесе, 1-2 жылдан кейін бір ақшасын жұмсап қайтадан кедейленеді. Кедейлік адамның қалтасына емес, кедейлік адамның басында. Адамдармен араласуда үйрену керек. Қарым-қатынаста үйрену керек, қалай сөйлесу керек адамдармен. Қажетті ақпаратты ала білу керек. Сіз әрқашан қай бизнесті қазір тиімді екенін және қай кәсіптің тиімсіз екенін білуіңіз керек. Егер сіз тиімді кәсіп тауып, ақша таба бастасаңыз, ешкімге айтпаңыз. Өзіңізге бәсекелестік тудырмаңыз. Кейбір адамдар бар, мақтанғанды ұнатады ғой, сөйлей береді, ой, былай таптым ақша. Егер сіздің достарыңыз сіздің ақшаңыз бар екенін білсе, олар несие сұрай бастайды. Ақша сұрай бастайды сізден. Ал егер бермесеңіз, олар сізді ренжітеді, немесе одан да жаман аяқталуы мүмкін. Кәсіпкер үшін өмірдегі басты ереже өз шығындарыңызға табысыңыздан аз жұмсайды. Сіз үнемдеу білуіңіз керек. Мысалы, тарихтағы ең бай адам Джон Рокфеллер, оның состояниесі қазір санағанда $500-600 миллиард қазір санағанда. Тіпті кеңседегі қарандаштарға, жазу қағазға кететін шығындарды жазып алған. Бұл сарандық емес, бұл тәртіпті әдет. Сонымен бірге ол ғылымға қыруар қаржы бөлді. Мысалы, Рокфеллердің ақшасына антибиотик, бар ғой антибиотик дәрі-дәрмек, сон Рокфеллердің ақшасы жасалды. Ғылыми зерттеулер әрқайсысы болды. Бәрі Рокфеллердің ақшасы. Егер сіз бай болғыңыз келсе, көптен соңынан ермеңіз. Өз басыңызбен ойлаңыз. Өйткені тобыр жиі қателеседі. Ең қиын жұмыс баспен ойлауың керек. Сондықтан бұл жұмыс ең көп ақша төлейді. Мысалы, бір рет атақты инвестор Уоррен Баффет бір компания акцияларының көп мөлшерін сатып алды, сосын барлық осы компанияның акцияларын алуға жүгіргенде, ол осы компанияның барлық акцияларын сатып жіберді. 2 аптадан кейін бұл компания банкротқа ұшырылды. Акциялар құнсыз болды. Бәрі құлап қалды. Тегін берген акция. Одан кейін барлық ақша жоғалтты, тек қана Уоррен Баффет үлкен көп ақша тапты. Ол алаяқтың жасады деген күдікке ілінді.
мына журналисттер оны сұрады. Компанияның жақын арада банкротқа ұшырайтынын қайдан білгенін сұрағанда, ол айтты, жауап берді. Мен мына бір күн таңертең кеңсесіне келіп, ғимаратында мына үлкен Уоррен Баффетта үлкен небоскреб бар, Манхэттен. Ғимаратында екі тазалаушының сөйлескенін естігенін, олардан бірі кеше осы компанияның акцияларын сатып алғанын айтты. Ал содан кейін өз қарапайым адамдар бұл компанияның акцияларын сатып ала бастаса да, оның көп ұзамай күйретінін түсінді. Және бұл компанияның акцияларын барып сатты. Уоррен Баффет мұндай үлкен табысқа қол жеткізді, өйткені ол ешқашан көпшіліктің соңынан ермеген, бірақ өз басымен ойлаған. Ол ешқашан көптеген адамдардың артына жүгірген жоқ, өз басымен ойлаған. Көрдіңіз ба? Келесі кеңес: 30-35-ке толғанға дейін бай болуға немесе бизнес өз орнын табуға тырысыңыз. Сондай бай болу бірнеше есе қиын болады. Уже 35 жылдан кейін уже қиын болады бизнес басталуға. Адам жас кезінде денсаулығы бар, мен амбициясы болады. Жас жігіт, жас қыз қателесуден қорықпайды. Бұл бір жағынан жаман болғанымен, екінші жағынан бұл жақсы. Мына үлкен кісі, мынады аға буын өкілдерінің өмірлік тәжірибесі бар. Сондықтан тәуекелге барудан қорқады. Және жаңа кәсіп, бизнес ашудан батылы бармайды. Қорқады. Ой, мына пайда келмейді, үлкен кісі. Қорқады уже. Бастамайды. Риск керек, риск. Маған жиі сұрақ қояды. Несие алу керек па, әлде жоқ па? Мысалы, әйгілі инвестор Уоррен Баффет, мен қатты ризамын, сыйлаймын Уоррен Баффет. Бүгін көп кітап оқыдым туралы Уоррен Баффет. Бүгін мен ол туралы көптеген мысалдар келтіремін. Оны таза құны, оның состояниясы шамамен $120 миллиард. Кейбір айтады, одан да көп. Өмірінде бірде-бір несие алған емес. Мына Уоррен Баффет бірде-бір несие алған емес. Алған жоқ. Бірақ мен ойымша барлық несиелер нашар, мен және жақсы несиелерге бөлінеді. Мысалы, бір жігіт өте дәмді самса пісіреді. Оның сатылымы өсті. Оның бір ескі пеші болды. Мына жігіт несие алып, тағы бір пеш, мынандай итальянский $5,000, $10,000 пеш сатып алды. Ал мына жігіт самсадан 2 есе көп сата бастады. Бұл несие жақсы ма, әлде жаманды? Қалай ойлайсыз? Бұл несие жақсы. Ал екінші, тағы бір жігіт несиеге қымбат ұялы телефон сатып алды, алып шықты. Енді міне қыдырып, ұялы телефонның қымбат екенін мына достар алдында, жұртылдың алдында, тұсқандар алдында мақтанады. Ешкімге айтқан жоқ, ол несиеге алды, мақтанады ғой. Қалай қарайсыз? Бұл нашар ма, немесе жақсы ма? Бұл несие нашар деп ойлаймын. Яғни пайда әкелетін несие бұл жақсы несие. Ал пайда әкелмейтін несие нашар несие болып саналады. Ал несие пайызбен қайтарылуы керек. Пайызбен қайтару керек. Кез келген жаңа бизнестің мәселесі бастапқы капиталдың болмайды, жоқ деді. Ақша жоқ, көптеген жылай береді. Сондықтан әрқашан әр жалақыдан, табысыңыздан ақша үнемдеуге дағдылану керек. Егер сізде бастапқы капитал болса, сіз әрқашан ерте ме, кеш пе пайдалы бизнес таба аласыз. Бірақ табысты кәсіп тауып, табыс таба бастасаңыз, бизнесті дамытуға 78%-ын салу керек. Ал қалған 20-30%-ын өзіңізге және отбасыңызға жұмсаңыз. Кейбір вообще мынандай ескі көйлекпен жүреді, уже вообще бәрін ақша мына бизнеске. Ол тоже тоқтату керек. Ал ақша қуаныш әкелу керек. Ақша қуаныш әкелмесе, жұмыс істеудің қажет не ол? Сонда көбірек жұмыс істеуге, егер сіз ақша қуаныш әкелсе, сонда көбірек жұмыс істеуге ынталандыру
болады. Қорытындымай келе маған жиі сұрақ қояды. Қазақстанда қандай бизнес келешегі бар? Менің ойымша мысалы айтамын, Қазақстандағы келешегі зор бизнестің бірі туристік бизнес. Мен бұл туралы бірнеше жыл бұрын айтқанмын. Бірақ мені ешкім тыңдамады. Қазір Қазақстанға келетін туристер саны артып келеді. Болашақта одан да көп туристер келеді. Туризммен байланысты неге жақсы мына? Қонақ үйлерге, кафелерге, экскурсияларға, сосын экскурсия қазақ, ағылшын, француз, испан, итальян тілдерінде мынандай туристік бизнеске ақша салу керек. Ал сіз қандай бизнес пайдалы әкеледі деп жазыңыз. Егер сіздерге бизнес туралы бұл бағдарлама ұнаса, түсініктемелерде жазыңыз. Мен бұл тақырыпты жалғастырамын. Сау болыңыз.